Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қоғамдық тыңдау қазақ тілінде өткіземіз деп ұйғарып отырмыз. Бүгінгі 29 қараша күні біз қоршаған ортаға, яғни атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шоғырларын шығарылатын нормативтік жобасына түзету енгізуге бұл жерде тапсырыс беруші Қазтрансгаз аймақ деген ұлттық компания болып отыр. Ал бұл жобаның әзірлеуге Қазгрингросс деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Сол қоғамдық тыңдаудың негізгі мақсаты мынау экологиялық кодекске біраз өзгерістер енгізілген. Қазір жаңа кодекс қабыл болды. Сондықтан сол атмосфераға тастайтын, яғни газдың айтып кеткендей рұқсат етілген нормативтік жобасына түзетулер енгізілді. Осыны разработка жасалып, қоғамдық тыңдаудың өткізу қағидаларының 21-ші бабына сәйкес, бұның қоғамдық тыңдаудың тәртібін жергілікті атқарушы орган жүргізу керек. Сондықтан бүгін осы қоғамдық тыңдаудың төрағасы мен Шардара ауданы әкімінің орынбасары Нұрмұхамбет Нұртайұлы Сапаров боламын. Қоғамдық тыңдау үшін өткізу үшін хатшыны сайлап алу керек. Сондықтан сіздердің дауыстарыңыз арқылы хатшыны сайлап отыру керек. Яғни барлық осы жерде жұмыс барысындағы хаттамаға түсу керек. Хатшының міндетіне хатшыға тапсырыс беруші, яғни хатшылыққа бұл жерде тапсырыс беруші заказчиктің тарапынан Горяченко Елена Александровна қатысып отыр. Осы кісінің хатшылыққа мен ұсынамын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Bir ауыздан. Елена Александровна, прошу. Занять свое место. Тыңдауларды өткізу ережесіне келетін болсақ, бірінші біз баяндаманы тыңдауымыз керек. Яғни презентация жасауға алғашқы сөз Мырзахметова Дана Сұлтановнаға берілді. Арада жаңағы сұрақ жауап болады. Содан кейін қорытындылаймыз. Дана Сұлтановна, сізге регламент бойынша 10 минут жеткізуші. Түркістан облысы бойынша Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам Шымкент өндірістік филиалы үшін 2024-2030 жылдарға арналған рұқсат берген эмиссиялар стандарттарының жобасы. Бұл шығындылар нормативтерінің жобасы бойынша Түркістан облысы бойынша 2024-2030 жылдарға арналған Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам Шымкент өндірістік филиалының өндірістік алаңдарынан ағымдағы жағдайға зиянды шығарындылар мен атмосфералық ауаның ластану деңгейін бағалауды қамтиды. Филиал үшін атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасын Қазгрингросс жекеменшік серіктестігі әзірленген. Атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылар нормативтерінің жобаларына түзету мыналарға байланысты әзірленуде. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам Оңтүстік Қазақстан өндірістік филиалын Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам Шымкент өндірістік филиалы етіп қайта ұйымдастыру. Газ тарату пункттерінің санын және газ құбырларының ұзындығын ұлғайту. Тұрғын үй коммуналдардың шаруашылығы ЖКХ газ тарату желілерін сенімгерлік басқару шарты бойынша филиалға беруі. Негізгі ақпарат: Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам Шымкент өндірістік филиалының газ шаруашылығы Түркістан облысында орналасқан. Кәсіпорын халыққа коммуналдық және өнеркәсіптік кәсіпорындарға тауарлық газды сатуға және тасымалдауға маманданған. Бұл картада Түркістан облысындағы аудандар мен қалалары және Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам Шымкент өндірістік филиалының объектілерінің қай жерде орналасқандары туралы көрсетілген. Түркістан облысында газ шаруашылығы Түркістан облысында газ құбырларының жалпы ұзындығы 8890 шақырымды құрайды. Шардара аудандық газ учаскесінде жалпы ұзындығы 132 км. Газ құбыры пайдалануды және жөндеуде, оның ішінде жоғары қысым 20 км,
орташа қысым 90 км, төмен қысым 23 км. Газ тарату пункттерінің саны 1914 дана. Шардара ауданында атмосфераға қауіпті класы 2-ден 4-ке дейінгі ластаушы заттардың 12 түрі шығарылады. Негізгі ластаушы заттар күкіртті сутегі, метан, этанексиол, азот диоксиді, көміртегі оксиді, күкірт диоксиді. Максималды бір реттік нормаланған босатуы 0,2 секундты құрайды. Зиянды заттардың жалпы стандартталған шығарындысы жылына 467 тонна құрайды. Кәсіпорындағы көлемді шығарындарға профилактикалық және жөндеу жұмыстары кезінде құрал жабдықтардан газды шығаруға арналған тазартқыш шамдар мен шамдар жатады. Олар стандартталмаған. Газ тарату жүйесінің газды шығарындыларының көздері, газ реттеу пункттерінде профилактикалық және жөндеу жұмыстары кезінде газ шығыны, ПСК параметрлерін тексеру үшін газ шығыны, газды реттеу пункттерінің сақтандырғыш клапаны арқылы шығарылған кездегі газ шығыны, сыртқы газ құбырларының желілерін пайдалануға беру кезінде, сонда профилактикалық және жөндеу жұмыстары кезінде газбен тазалауға жұмсалған шығындар, шығарушылар азайту шаралары, ағымдағы жағдайға атмосфераның беткі қабатындағы ластаушы заттардың шекті концентрацияларын есептеу нәтижелері көрсеткендей, ПДК мәндерінен ластаушы заттардың есептелген ең жоғарғы беткі концентрацияларының асып кетуі байқалмайды. Нысан үшін әзірленген іс-шаралар негізінен ұйымдастырушылық және техникалық сипатта болады және төмендегілер болып табылады. Кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағынан абаттандыру және көгалдандыру, атмосфералық ауаның жай-күйіне мониторингтік зерттеулер жүргізу арқылы өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру, өндірістік және қоршаған ортаны бақылау. Түркістан облысында филиалдың нысандары бірінші санаттағы нысандарға жатпайды, сондықтан автоматтандырылған жүйелер орнатылмаған. Шығарынды көздердегі бақылау тоқсанына бір рет аспаптық өлшеулер ғана жүзеге асырылады. Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Қалдықтарды басқару бағдарламасы табиғи ресурстарды пайдаланушыларға арналған Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен мынадай қызмет түрлерін келісуге мақсатында әзірленген. Қалдықтардың көлемі біртіндеп азайтуды қамтамасыз ету. Қалдықтарды орналастыру орындарын рекультивациялау бойынша оларды қоршаған ортаға зиянды әсерін азайту. Түркістан облысындағы Газтрансгазаймақ ШОС акционерлік қоғам өндірістік шаруашылық қызметі процесінде қалдықтарды келесі түрлері түзіледі. Майлы шүберек, кальций карбиді, металл жоңқалары, дәнекерлеу электродтары, құрамында сынапар шамдардың қалдықтары. Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Бағдарлама археолог қағидатқа сәйкес әзірленген және пайда болған немесе үшінші тұлғалардан алынған қалдықтардың көлемі мен құрамы, оларды жинақтау, жинау, тасымалдау, залалсыздандыру, қалпына келтіру және кәдеге жарату әдістері. Бағдарламаның жүзеге асырудың жоспарының мерзімі 2024 жыл мен 2030 жылдар арасында. Қалдықтарды басқару бағдарламасын қайта қарау, экология кодексі сәйкес жаңа экологиялық рұқсат алынғанға дейін жүзеге асырылады және оның ажырамас бөлігі болып табылады. Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Барлық пайда болған қалдықтар кәсіпорында 6 айдан аспайтын мерзімге уақытша сақталады және жасалған келісімге сәйкес мамандандырылған ұйымдармен шығарылады. Кәсіпорындағы қалдықтарды басқару жүйесі келесі кезеңдерді қамтиды. Қалдықтарды шығару туралы ақпаратты есепке алу журналдарына енгізу. Кәсіпорынның аумағынан түзілетін қалдықтарды шығару және келісімдерге жасау. Қалдықтарды кәдеге жарату бойынша лимиттерді және қоршаған ортаны басқаруға рұқсат алу. Баяндама бітті. Тыңдаған назарларыңызға рахмет. Құрметті қатысушылар, біз сұрақ жаңа регламентті айтып кетіппін, мына сұрақ жауапқа 15 минут деп отырмыз, енді жеткілікті шығар деп меніңше. Одан кейін қорытылуға тағы да 10 минут қалдырып отырмыз. Сондықтан сұрақтарыңыз болса беріңіздер. Дана Сұлтановна. Менің сұрағым бар. Шардара қаласының тұрғыны, есім Масылхан болады. Енді жалпы осы қазір мына шығарылған метан деп жатыр, жаңа басқа неден бәрін атап өтті. Осы қоршаған ортаға біздің ауамыздың ластануы, соның кері әсері болмас па екен? Осы жөнінде сұраққа жауап беріп өтсеңіз. Жена. Сейчас подойду ближе. А микрофон можно?
Астанадан Асеке, микрофонға айтамыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Мен Шардара қаласының тұрғыны Данияр Расылхан болады есімім. Менің сұрағым жаңа мынау баяндамада айтылған тақырыпқа сәйкес жалпы мына газдың өзінен бөлінген метан басқа да шыққан ауаны ластаушы заттар қоршаған ортаға жалпы ауаның ластануы адамдарға кері әсерін бермес пе екен? Осы жөнінде бір сұраққа жауап берсеңіз деген едім. Услышала? Сәлеметсіздер. Менің есімім Шынар болады. Біз разработчикпіз. Шоң-шоңған сол ластаушы туралы айтсақ, осы влияние на окружающую среду минимально. Өйткені на газовый пункттер олар жабық көздері ғой. Сол үшін минимальный выброс болады. Адамдарға зиян келмейді. Ал енді сіздер иіс туралы айтсаңыздар, осы природный газ иісі жоқ қой, оған специально вещество қосады, одорант деген. Сол одорант қана иісті білдіреді. Сол одорант ол по нормативным документам минимально қосады, бір 10 кубометрға 16 грамм ғана қосады. Сол бәрі минимальный количество, минимальный влияние болады. Оған сіздер уайымдамаңыздар. И сол тағы да экология точка зрениедан осы көздер жабық болғаннан кейін олар еще далада расположены, поэтому это все рассеивается и влияние прям минимальное на окружающую среду. Рахмет, Алла разы болсын. Және бар ма сұрақтарыңыз? Онда менің сұрағым бар еді, екі сұрағым. Бірінші сұрағым, мынау жаңағы Асекең айтып кеткен жаңағы вредный жаңағы выбростар дейміз ғой атмосфераға. Сол анау парниковый эффектке, жалпы мынау жер бетіндегі экологияға қаншалықты әсері бар? Жалпы әсері бар ма жоқ па? Бір сөзбен айтқанда. Екінші сұрағым, мына жаңағыдай өздеріңіз айтып кеттіңіздер, әртүрлі жаңағы аймақтың жаңағы қоршаған ортаға тастайтын қалдықтары, электродтан бастап, шамнан бастап, соны утилизация жасайтын бір мекеме бар ма, или полигондарыңыз бар ма, соны айтып кетсеңіз. Жер туралы айтсақ, мен айтқандай бәрі минимальный влияние. Осы газ вообще он же улетучивается, поэтому хотя әсері кетпейді, оны білдіртпейді даже. Ал енді қалдықтар туралы айтсақ, Казтрансгаз аймағы жұмыс істеген кезде в обязательном порядке келісім шартқа отырады спецорганизациямен. Ол спецорганизацияда в первую очередь лицензия болу керек сол вывоз отходы қалдықтарға. Сол келісім шартқа отырып, сол организация жұмыс ораларына келіп, сол қалдықтарды жинап, вывозят өз полигонына. То есть сіздің районыңызда қалдыртпайды. Экологический кодекс бойынша Казтрансгаз аймағы өздер жұмыс істеп жатқан жерде қалдықтар болса, в обязательном порядке шығару керек на местности. Хорошо түсінікті. Енді өздеріңіздің неңіз жоқ, бірақ лицензиясы бар организациямен договорға тұрасыздар. Рахмет. Жәлел, бар ма? Сұрақ бар ма? Қоя беріңіздер. Біздің шардарамыз ғой, бізден не отыр ғой. Біз ол интерес болған ғой бізде, экологияға басқа, қоршаған ортаға. Дұрыс па? Онда сұрақ болмаса қорытындылаймыз. Елена Александровна, вы будете, да?
Завершать, да, нашу? Я завершаю. Так, мен ойлаймын енді бүгінгі қоғамдық тыңдау түсінікті дәрежеде өтті деп ойлаймын. Бұл жерде бір күрделі ештеңе жоқ. Мынау газды қазындар пайдаланып жатыр. Оның атмосфераға кетіп жатқан, жаңа айтып кетті бәрін жолда. Сондықтан мына қоғамдық тыңдау өтті деп есептейміз. Өтті деп есептегендер дауыс беруіңізді сұраймын. Рахмет онда. Мына қоғамдық тыңдау осымен қорытындылаймыз. Рахмет дегендеріңіз.